Фариза Оңғарсынова, жетім хана. Сәбилер үйі толы бар асылға, кілем бе, күй сандық ба, ағашын ба. Ылғи бір шытынбайтын жылы жүздер байлықта, мейірімде, бәрі осында. Қыз бала ойнап тұрды аландамай, сәбиге қадалмайды жанар қалай. Даладан кіріп келген мені көріп, кіл тұрды, ұмтылды да маған қарай. Құшағын ашатындай айқара кеп, ұмтылып, тоқтап қалды қайта кенет. Білмеймін дәметті ме осы кісі, құлыным деген сөзді айтама деп. Лас деп ұрысана басы қолын, сәбиге ашуы да асыл оның. Жүректің бар жылын саусағына жиып ап, кім өреді шашын оның. Айналып, айға денеп, күнге денеп, тұра ғой, киіне ғой, жүр көкелеп. Жайрандап жанына ертіп, ертен оны мектепке апарады кім жетелеп. Кейбіреу құм шашқан мен, елге, тілге, сүйкімсіз сәби болма шер бетінде. Булығып мен өзімде тұрып қаппын. Білмеймін, ол жетім бе, мен жетім бе. Қадірлеп, қазақ деген құндағыма, ұрпаққа ол да мұра, жыр да мұра. Лақтырған өзін көлге сол әйелдің, татымай тұрғанымай тырнағына. Білмейді ол ана тілін, әкесінде, адам ба, әке әлде зат есін бе. Көрмеген еш қайсын қайдан қалай қалып жүр, папа деген ат есінде. Жарқ етіп, анам бір күн келеме деп, құйттай қыз бір үмітке сене дерек. Балана бере алмаған жан жылуын дүниеде кімге керек, неге керек? Шаршадым, шалқып айтар жырым қалмай, қаншама қайшылықтар ғұмырда алай. 5 жасар бүлдіршін қыз, жетім хана, ішінде шыбын тайып жығылғанда.